Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсұт Талант, ақпараттық жүйелер мамандығы. Бүгінгі тақырып 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси ой пікірдің дамуы және алаш қозғалысы. Бірінші сұрақ: бізде 20 ғасыр басында Қазақстанда отарлық саясаттың күшеюі және оның зардаптары. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы Ресейдің Ресей империясының қазақ жерін отарлап және оның отарлау саясаты күшейді. Бұл кезеңде Қазақстанда экономикалық, саяси және рухани тәуелділікке түсті. Отарлау саясатының басты бағыттары бізде: біріншісі жер саясаты. 1891 жылғы дала ережесіне сәйкес қазақ жері Ресей империясының меншігінде деп жарияланды. Қазақ халқының атақонысы Ресейден келген шаруаларға үлестірілді. Тың және қоныс аудару саясаты бойынша 1906-1912 жылдары 1,5 миллионнан астам переселен қоныс аударып келді. Екіншісі әкімшілік басқару бойынша жергілікті билік уезд, болыс және старшын жүйесіне бөлініп, патша шенеуніктері тікелей бақылауға алды. Қазақтың дәстүрлі билік жүйесі, би, хан, ақсақал институттары жойылған болатын. Мәдени және рухани қысым бойынша орыс тілі және православие діні үстемдікке ие болды. Медреселер мен мешіттерге қысымға алына бастады және ислам діні артта қалғандықтың белгісі деп бағаланды. Төртіншісі экономикалық отарлау. Қазақ жері шикізат көзіне айналды және теміржол желілері, яғни Орынбор, Ташкент, Петропавл, Павлодар темір жолдары империялық мүддеге қызмет етті. Қазақ халқы салық пен жер жалдау жүйесімен қанауға түсті. Зардаптары бізде: қазақ қоғамында жерсіздік, жұт, ашаршылық, әлеуметтік теңсіздік күшейді. Ұлттық сана оянып, ағартушылық пен саяси қарым-қатынастар, саяси қозғалыстар пайда болды. Халық арасында жер мәселесі ең өзекті тақырыпқа айналған болатын. Келесі сұрақ: қазақ зиялыларының қоғамдық саяси белсенділігі. Бірінші, екінші мемлекеттік думадағы қазақ депутаттары және қазақ баспасөзінің рөлі. Ұлттық интеллигенцияның қалыптасуы. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында жаңа буын зиялылары пайда болуы, яғни сол кезде жаңа интеллигенциялар пайда болды. Олар орыс мектептерінде, Петербург, Қазан, Омбы, Орынбор, Мәскеу университеттерінде білім алған қазақ жастары. Олар демократиялық, ұлттық ағартушылық идеяларды алға тартқан болатын. Мемлекеттік думадағы қазақ депутаттары алғашқы 1905 жылғы Ресейдегі революциядан кейін бірінші және екінші мемлекеттік дума шақырылған болатын. Қазақ халқы алғаш рет өз өкілдерін сайлаған болатын. Бірінші мемлекеттік дума, яғни 1906 жылы Қазақтан 4 депутат сайланған болатын. Олар: біріншісі Шаймерден Қосшығұлұлы, Ақмола облысынан; екіншісі Ахмет Бірімжанов, Торғайдан; үшіншісі Бақытжан Қаратаев, Оралдан; төртіншісі Алпысбай Қалменов, Семейден. Олар жер мәселесін көтеріп, қазақ жерін тартып алуға қарсы шықты. Екінші мемлекеттік думада 1907 жылы 5 депутат: Нұрекенов, Бақытжан Қаратаев, Бірімжанов, Мұхамеджан Тынышпаев және Мұстафа Шоқаев. Депутаттар патша өкіметінің отарлық саясатын әшкерелеп, қазақ халқының автономиялық құқықтарын қорғаған болатын. 1907 жылы дума таратылды. Қазақ депутаттары қуғынға түсті. Қазақ баспасөзінің рөлі. Баспасөз халықтың көзі мен үні болып саналды. Яғни ең алғаш Айқап журналы 1911-1915 жылдары Мұхаммед Сарали оның бас редакторы болды. Мәдени ағартушылық бағытта оны ұстанған болатын. Одан соң Қазақ газеті 1913-1918 жылдар аралығында және оның бас редакторы Ахмет Байтұрсынов ұлттық бірлік пен саяси дербестік идеясын таратты. Бұл басылымдар халықты білімге, реформаларға, өзін-өзі басқаруға шақырған болатын. Қазақ зиялылары мен баспасөзі 20 ғасырдың басында ұлттық саясаттың бастауында тұрды. Олар кейін Алаш партиясы мен Алаш автономиясының құрылуына жол ашқан болатын. Үшіншісі Алаш партиясының құрылуы және оның бағдарламасы. Құрылу тарихы: 1917 жылы ақпан төңкерісінен кейін Ресей империясы құлады. Осы кезде қазақ зиялылары ел тәуелсіздігін қайта қалпына келтіру үшін саяси ұйым құруға кіріскен болатын. 1917 жылы шілдеде Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ съезіне Алаш партиясы құрылған болатын. Партия жетекшілері: Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы, Халел және Жақанша Досмағамбетовтар және Мұхамеджан Тынышпаев. Алаш партиясының бағдарламасы, яғни 1917 жылы қарашада бағдарлама 10 баптан тұрған болатын. Біріншісі мемлекеттік түрі: демократиялық федеративтік республика. Екіншісі жер мәселесі: қазақ жері халық меншігі, жер сатылмайды. Үшіншісі сот: әр ұлттың өз тілінде сот жүргізу. Төртіншісі дін: діни сенім бостандығы, шіркеу мен мемлекеттің бөлінуі.
Бесіншісі әскер. Қазақ милициясы ұлттық әскер құрау. Алтыншысы салық, әділ, табысқа қарай алынатын салық жүйесі. Жетіншісі білім, ана тілінде оқыту, ұлттық мектептер ашу. Сегізіншісі жергілікті басқару, халықты сайлаған өкілдерден тұруы. Тоғызыншысы жұмысшылар құқығы, 8 сағаттық жұмыс күні. 10-шы баспасөз және сөз бостандығы. Алаш автономиясы 1917 жылы желтоқсанда Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы жарияланған болатын. Уақытша үкімет Алашорда деп аталған болатын. Төрағасы бізде Әлихан Бөкейханов болған. Алаш әскері құрылып, елде тәртіп пен қауіпсіздік сақтауға тырысты. Алаш партиясы ол қазақ халқының алғашқы демократиялық саяси ұйымы болды. Оның бағдарламасы қазіргі Қазақстан Республикасының мемлекеттік негізінде айналды. Яғни қазіргі біздің ата заң конституциямызда сол кездегі заңдар жүйесі қолданылады. Алаш қайраткерлерінің өнегесі. Төртінші сұрақ. Алаш қайраткерлері 20 ғасырдың басында қазақ ұлтының ұлы тұлғалары, олар өз өмірін елдің тәуелсіздігі мен мәдени өркендеуіне арнады. Негізгі тұлғалар бізде Әлихан Бөкейханов 1866 жылы және 1937 жылдар аралығында өмір сүрді. Алаш партиясының негізін құрушы, автономия төрағасы, экономист және публицист. Ол қазақ жерін қорғау, автономия құру және ұлттық армия жасақтау идеясын көтерген болған. Ахмет Байтұрсынов 1872 туылып, 1937 жылы қайтыс болған. Ағартушы, лингвист, қазақ газетінің редакторы, ұлт ұстазы, қазақ әліпбиін реформалап, ұлттық білім жүйесін қалыптастырған болады. Одан соң Міржақып Дулатұлы 1885-1935 жылдар аралығында Оян қазақ кітабының авторы, ақын және қоғам қайраткері. Келесі Халел және Жаһанша Досмағамбетовтар Алашорда басшылары, батыс Алашорда үкіметін басқарған. Мұхамеджан Тынышпаев инженер, тарихшы, Алаш қозғалысын ұйымдастырушыларының бірі. Осы орайда Алашорданың құру барысында күрес пен қуғынға келер болсақ, 1920 жылдан бастап кеңес үкіметі орнаған соң Алаш қайраткерлері қуғын-сүргінге ұшырады. 1937-38 жылдары олардың көпшілігі атылып, шығармаларына тыйым салынған болады. Алаш қайраткерлердің өнегесі мен маңыздылығы қазіргі ұрпаққа сол кездегі маңызды. Олар қазақ халқының саяси ойлау мәдениетін қалыптастырды. Халықты білімге, әділдікке және демократиялық құндылықтарға үндеді. Ең бастысы тәуелсіздікке үндеу жасау, тәуелсіз мемлекеттік идеяны іргетасын қалаған болатын. Алаш идеясы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның рухани және саяси негіздерінің бірі болып саналады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.